Мен кім екенін білмейді. Мен бес саусақ та білемін сендер кім екендерін. Так что қысқарт тілдеріңде. Сен екеуің қалыпсың Қазақстан тіпті мә мынау еркек жоқ па еді бөлек қатын аузын бұзатын. Ауыздарыңды бұзу керек сен екеуіңнің. Байды қатты сыйлайтын екі қатын шықты. Без комментарий. Шықсын любой шақырып кел маған. Қолынан келген бірдеңесін жасап көрсін ол екі қатын. Қазақша сөйлес осы сене. Баян Шаян. Оңбаған алаяқ қатындар екі. Мә тіпті 18 жасынан күйеуге шығып бір еркектің қадірін бірге ұқсап, Қазақстанда бір намыс жоқ еркек жоқ па не сол екі қатынды орнына қоятын. Күлгәлі жүрген. Өшірініңді Баян Шаян. Динара Сачан. Бір кедейдің бәріп сен осы не алып көрдің ба сұхбат? Тек жаңа кімнің тауығы білсе соны қаса жылмаңдап түлкі ұқсап жетіп барасың. Қай кедейдің жөнін айтып, журналист сондай сұхбат алдың сен, қай адамның көз жасын сүртіп еді бұл екеу. Шыныма түйіп, қара бұл екеуін маған әңгіме айтқыларың деп отырмайды сене. Динара Сачан, чайка, істейтін істеп қой маған сен чайке. Динара Сачан, саған қайталап айтамын, чайка. Бүкіл қонақ үй тауысқан білесің ба сене? Неше еркектен қалғаныңды. Өшірініңді істейтін істе маған көрсет. Көрсет маған қазір, мен саған көрсетем сосын. Кіммен ойнап жүргеніңді. Чайка, сен алған еркектің намысы жоқ екен, чайка. Кімнен қалған жоқсың сене? Шыныма тиме сен. Динара Сачан, қайталап айтамын, чайка. Не істейсің маған қазір, істейтінді мен саған көрсетем. Ісім сенмен болсын. Алаяқ, чайка. Бүкіл Қазақстанның 50% спортсмендеріне қалған білесің ба сен ММА-шіктерден? Аузымды қышпа сене. Динара Сачан. Ескіргін келген сөзі ба сенің? Ты кто такой маған олай сөйлейтіне? Мені сен көктен екі дүниенің, о дүниенің бар екенін көрсетем саған. О дүниенің бар екенін көрсетем саған. Шайтандар нағыз. Жын ойнақтар нағыз. Давайте өсек айтамыз. Бүгінгі таңда адамдың аудиторияның вниманиясын аудару и өзіне қарату басты навык есептелінеді. Но иногда это происходит не экологичным способом. Егер де мына кісінің несіні көрсеңіз, трансляциясы бірінші видеода екі танымал адамның несіні қылған жұмысына оны таптап, и за счет этого надо себя поднять. Екінші видеода егер де көрсеңіздер, то что мен саған сазайыңды берем дегенде, она просто манипулирует, вот это жай орамал тағып, кәдімгі халықтың простатасына пайдаланып, вот это болады ғой, елдің арасында сәл көріне бастасаң, соны елді басып тастау керек, сол адамды басып тастау керек деген манипуляциямен мен простой әйелмін, мен орамал таққан, сен қор қылып жатсың, біз қарапайым халықпыз, сен кім болыпсың, ты такая дура, крашеная деген сияқты трансляциямен. Это не экологичный способ и не экологичное, как бы сказать, привлекание внимания аудитории. И поэтому қазіргі таңда қай блогерлер сіздерге ұнайды и қандай манипуляцияларын сіздер байқағансыздар? Комментарияға жазыңыздар. Сіздерге айтайын, қасиеті бар адам болса, сіз айтып жатқандай, қасиеті бар адам мен қасиеті жоқ адамның конфликттің ортасында кім таяқ жеп қалады? Қасиеті бар адам таяқ жеп қалады. Себебі Құдайдан берілген күш, ол адамдарға жақсылық жасау үшін берілген. Синдром Богаға қосылып кетпей, емшілерде ол нәрсе болады. Бұл да адам дұрыс, бұл адам дұрыс емес деген нәрсе қосылып кетсе, бұл жерде гордыня. Не үшін оны айтып жатырмын, потому что өзім одан өткем. И там у меня есть рилс про Динара Сачан, рилс төменде. До этого еще апрельде. Динара Сачан, анау-мынау да адамды кешіре бермейтін адам. Это вам не Баян Мақсатовна, да? Динара Сачан сделает. Егер де екі адамның ортасында кім болады десеңіз, бұл жерде емші таяқ жеп қалады, Құдайдан именно келеді. И потому что оның қасиеті өзіне таяқ болып келеді. Как он сделал предложение? Перед предложением мы сначала познакомились с его мамой. Я сначала познакомилась с мамой, я съездила в Сарыағаш, познакомилась с его братьями, сестрами, их 8 человек, Жумабек 5. И после этого он сказал, мы поженимся.
мне тоже этот разговор был очень важен, разговор с его мамой. Мы не маленькие дети, да, мы в очень таком зрелом возрасте. Наверное, это был осознанный такой шаг и с его стороны, и с моей стороны. И я прекрасно понимала, что будет и хейт, да, и ты же не будешь людям объяснять, да, какие-то там подробности. Я прекрасно все понимала, и я понимала, что не все поймут, не все порадуются, да, за нас. Но я понимала, что это моя жизнь, и я живу ее здесь и сейчас. Это мой человек, он меня любит, я его люблю, он хочет, чтобы я была его женой, я хочу, чтобы он был моим мужем, и мы сделали этот выбор. Мына Баян Мақсатқызын иттің етінен жек көремін. Осыдан 13 жыл бұрын Баянның егер әр әйел 10 рет приседание жасай алмайтын болса, онда ол әйел емес деген сөзін телевизордан естіп, вообще жек көріп кеткенмін. Сол кезде мен ойладым, әйел деген, при чем тут приседание? Әйел деген ол дана, ол ана, ол деген қамқоршы, мейірімді, отбасының ұйытқысы, приседаниесіне сынан бас қақпайды екен ғой деп ойладым. Ал қазір мен Баянға 100% қосыламын. Егер әр әйел 10 рет приседание жасамаса, шынымен де ол әйел емес. Сол рас екен, қыздар айтпады ма деп. Қыздар общаются со своим отцом. Обе мои дочери, я никогда им не запрещала, это вообще большая глупость, большая тупость запрещать общаться с отцом. Поэтому я всегда им говорю: любите, уважайте, это ваш отец. Естественно, моя дочь позвонила, потому что она сама это увидела, сказала: мама, ты видела? Я сказала: да, я видела, потому что добрых людей много, пересылалочек много. Затем она позвонила своему отцу. Отец сказал, что, конечно, нет. Этой фотографии уже 3 или 4 года на чьей-то свадьбе, и это просто случайная рандомная фотография. Фейк. Да. Нет, не фейк, фотография есть. Но это он где-то гостем на свадьбе с какой-то женщиной. Я была